есеп мынадай. 3 балықшы бірнеше балық алады. Бірінші балықшы барлық балықтың біреуін лақтырып тастап, қалғанының 2-ден 1 бөлігін алды. Екінші балықшы осыдан қалған балықтардан біреуін лақтырып тастап, қалғанның 2-ден 1 бөлігін алды. Үшінші балықшы да дәл осылай жасағанда шелекте 4 балық қалды. Бастапқыда барлығы қанша балық аулаған. Бұл есепті кері есептеу жолымен, соңынан алға қарай есептеу жолымен есептейміз. Сондықтан бастан бірінші жазайық. Бірінші балықшы алмастан бұрын балық неше екен мына жерге жазамыз. Ол біреуін лақтырып тастады, кейін 2-ден 1 бөлігін алды. Лақтырып тастап болып, қалған балықты тең 2 бөлікке бөлді де 1 бөлігін алды деп есептейік. Екінші балықшы, бірінші балықшыдан қалған балықтардың санын жазамыз. Ол біреуін лақтырып тастады, және қалған балықты тең 2-ге бөліп, 1 бөлігін алды. Үшінші балықшы да дәл осылай жасады. Үшінші балықшы алар кездегі балықтың саны, ол біреуін лақтырып тастады да, қалған балықты 2-ден 1 бөлігін алды. Осылай жасағанда шелекте 4 балық қалған. Демек, қалған балық алмаған балық 4 балық. 2-ден 1 бөлігін алғандықтан тең жартысын алды. Үшінші балықшы 4 балық алған. Ол 4 балықты алмастан бұрын 1 балық лақтырып тастады. Мына 8 балық болғанда 8 балыққа 1 балық қосамыз. Екінші балықшыдан 9 балық қалған. 9 балық қалған. Демек, ол 9-ын алған екінші балықшы. 2-ін қоссақ 18, лақтырып тастаған біреуін қоссақ, екінші балықшы алар кезде 19 балық қалған. 19 балық бірінші балықшыдан қалды. Демек, бірінші балықшыда 19 балық алды. Лақтырып тастаған біреуін қоссақ 38, біреуін қоссақ 39. Демек, балықшылардың аулаған балықтарының саны 39. Жауабы 39 болады. Енді осы сияқты тағы есеп бар. Енді мынадай есеп болсын. 3 балықшы бірнеше балық алады. Бірінші балықшы барлық балықтан біреуін лақтырып тастап, 3-ден 1 бөлігін алды. Екінші балықшы осыдан қалған балықтардан біреуін лақтырып тастап, қалғанының 3-ден 1 бөлігін алды. Үшінші балықшы да дәл осылай жасағанда шелекте 6 балық қалды. Бастапқыда барлық қанша балық аулаған. Енді жаңа тәсілмен орындаймыз. Бірінші балықшы алмастан бұрынғы балықтың санын жазамыз. Ол біреуін лақтырып тастады, және 3-ден 1 бөлігін алды. Демек, барлық балықты теңдей 3-ге бөлгенде оның 1 бөлігін алды деген сөз. Енді мына 2 бөлікте қалды балықтар. 2 бөлікте қалды. Екінші балықшы сол 2 бөлікте қалған балықтың санын жазамыз. Одан біреуін лақтырып тастады, 3-ден 1-ін алды. Демек, ол да теңдей 3 бөлікке бөліп 1 бөлігін алды. Мына 2 бөлікте балықтар қалды. Үшінші балықшы қалған балықтардан біреуін лақтырып тастады, және ол да 3-ден 1-ін алды. Теңдей 3 бөлікке бөліп біреуін алды деген сөз. Сонда шелекте 6 балық қалған. 6 балық 2 бөлікте қалып тұр. 2 бөлікте теңдей болу үшін, демек, әр бөлікте 3 балықтан болған. Үшінші балықшы да дәл 3 балық қалған болады. 3-ін қоссақ 9, лақтырып тастаған біреуін қоссақ 10 болады. 10 балық 2 ұяшықта 2 бөлікте қалған. Демек, 5-5-тен қалған. Екінші балықшыда 5 балық алған болады. 15 балық, лақтырмастан бұрынғы балық 16. Лақтырмастан бұрынғы балық 16. 16 балықта 2 ұяшықта қалған. 8-8-ден бірінші балықшы 8 балық алған. Қоссақ 24.
лақтырған балықты қоссақ 25. Жауабы 25 балық аулаған болып шығады. Осы түрдегі есептерден тағы біреуін қарайтын болсақ, шешесі үстелдің үстіне өріктер қойып, өзінің 3 ұлына мектептен келген соң бөліп жеңдер деп айтты. Бірінші Марат келіп өзінің 3-тен 1 бөлігін алып кетті. Одан кейін Айдар келіп үстелдің үстіндегі өріктердің 3-тен 1 бөлігін алып кетті. Соңынан мектептен Жандос келіп үстелдің үстіндегі өріктердің 3-тен 1-ін алды. Жандос 4 өрік алған болса, Марат қанша өрік алды? Бұның да соңынан кері қарай шығаратын есеп. Бірінші жазып қояйық. Марат бірінші келген, екінші Айдар келген, ең соңында Жандос келген. Жандос келген. Марат келді де бар өріктің 3-тен 1 бөлігін алды. Айдар да келді де қалған үстелдің үстінде тұрған қалған өріктердің 3-тен 1 бөлігін алды. Жандос та дәл осылай жасап қалған өріктердің 3-тен 1 бөлігін алды. Енді Жандос 4 өрік алған. Жандос 4 өрік алған болса, демек ол 3-тен 1 бөлігін алды. Қалған өріктерді 4-4-тен деп есептейміз. Жандос келген кезде 12 өрік болған. Ол 12 өрік Айдар алғаннан қалған өріктер. Демек, Айдар 6 өрік алған. Айдар 6 өрік алған. Қоссақ 18 өрік Марат алғаннан кейінгі қалған өріктер. Демек, 9 әр өрікте 9 өріктен болған. Марат 9 өрік алған. Ал барлық өріктердің саны 27 болған. Барлық өріктердің саны 27 болған. Ал бізден сұрап тұрғаны Марат қанша өрік алды деп сұрап тұр. Жауабы бізде 9. Мараттың алған өрігі 9 өрік.